Бақтияр Тайлақбаев деген КВН командасы бар дейді, сізге қатысы бар ма сол команданың? Ол қызық болды. Мен өзім таң қалдым. Сол жүрім маған айтады да, бәке, мынау КВН дейтін команда. Мен олармен 3 жылдан кейін бірақ таныстым. Осындай команда бар дейді, ол сіздің проектіңіз. Жоқ, мен сосын мен ойладым, не үшін олар жасын, мүмкін мені критика ретінде, мазақтау ретінде мүмкін деп. Соны 3 жылдан кейін, бірақ осы мына Алатау театрында ол кезде Қазақстан бойынша финал болды ма? Олар ары қарай неге Сочиға барып, лига дейді ма? Өздерінің бір КВН несі бар ғой, басқа жоғары лигаға өту үшін. Сөйтіп мені шақырды. Сол кезде мен сол 4 баламен таныстым. Сосын сұрақ қойдым, не үшін? Бақтияр Тайлақбаев дейтін, біз үшін ол үлкен атақ дейді. Көрдім мен сол кезде, әдеге солай екен ғой деп. Ішінен ойлады. Мен ішімде жүрмін, кәдімгі қойшы енді. Мен ондай нем жоқ, әйтеуір көптің бірім деп деген сияқты. Сондай олар мені сөйтіп құрметтейді екен.